Иерусалим. Кім реально фильм ужасты жақсы көреді, солған осындай кеңес берем. Реально прям эмоции, кәдімгі реально прям не драйв аласыңдар ғой. Неге барыңдар? Ана скорая помощь бар ғой, больницаға барыңдар, сол жерде көресіңдер. Мамочки, кәдімгі эмоциясы шығады ғой сендерде. Вот реальный өмірді қараңдар. Реальный өмірде адамдар қандай жағдайға өздерін жеткізеді. Шын айтсақ бар ғой, скорый помощьпен апарғанда терапевттер алғысы келмейді, любой. Айтады, неге алып келдің, мынаны неге келдің деп айқалатады. Бұлай қарасаң, қыздар действительно больництегі, которые приемный покойдағылар шаршаған, потому что бүкіл левый берег екінші больницаға барады ғой. Сосын қарайсыз, мамочки, олар айқалайды, конечно, оларға жынданасың бірінші күні. А сосын есің келгесін, да, есің орнына тұрғасын, ой, түсінесің, действительно, денсаулығымыз өзімізден басталады. Врачтарға керек емес денсаулығымыз. Ешкімге керек емес, өзімізге. И өзіміз виноватпыз. Ауыратын адам сам виноват, потому что уақытында психологқа бармаймыз. Уақытында мына денсаулық үшін ештеңені жасамаймыз. Көбі жұмысқа кіріп кетеді, трудоголик болып кетеді. Сосын ойлайды, ой, ақшамен сатып алам деп. А негізі денсаулықты, в общем, денсаулық деген өзімізден зависит, ойларымыздан. Мына рылдап, ешкімді кешірмей, ешкімді менсінбей жүрсе адам, сонда қиын болады.